Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Акылова Мөлдір. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін бірінші тоқсандағы тжб-мен танысатын боламыз. Бұл бізде екінші нұсқа. Олай болса тапсырмаға көшейік. Барлығы 25 балл, 45 минутты құрайды екен бізде. Ұғымдарды сипаттамалармен сәйкестендір. Иондық байланыс дегеніміз бір. Бұл жерде металл мен бейметалл арасындағы электрон алмасу арқылы түзілетін химиялық байланысты атаймыз. Бір А болады. Екінші, күшті электролиттер дегеніміз, бұда солуда толық дерлік иондарға диссоциацияланатын заттар, сонда екі бізде С болады. Толық дерлік иондарға ыдырайтын. Үшінші, әлсіз электролиттер. Бұл аздаған мөлшерде диссоциацияланатын заттар. Келесі тапсырма, сөйлемді толықтыру керек. Тұз қышқыл суда ергенде бөлінетін иондар. Әрине ол H+ және хлор- иондарға ыдырайды. Алюминий OH әлсіз электролит бізде. Әлсіз электролит себебі суда аз мөлшерде диссоциацияланады. Натрий 2SO4 диссоциациялану нәтижесінде бізде 2 натрий плюс және SO4 2 минус иондары түзіледі. Келесі тапсырма. Тұжырымның шын не жалған екенін әлсіз электролиттерге H2SO4 жатады. Бұл бізде жалған, себебі H2SO4 бізде күшті электролиттерге жатады. Орта тұз ерітіндісі тек сілті ортаға ие болуы мүмкін. Орта тұздар жалған. Күшті электролиттерге натрий OH және HNO жатады. Бұл бізде шындық. Феррум 2+ ионына реакция теңдеуін жазыңыз. Феррум SO4 қосылған 2 натрий OH. Бұл жерге біз сапалы реакциясын жазамыз. Феррум OH 2 тұнба және натрий 2SO4 түзіледі. Бұл бізде жасыл қоңыр түсті тұнба. Келесі тапсырма. SO4 пен барий хлор 2 реакция теңдеуін жазыңыз. Барий хлор 2 және натрий 2SO4. Бұл жерде барий SO4 тұнба және натрий хлориді түзіледі. Барий SO4 бізде ақ түсті тұнба. Мен осы тымды түсінбей қалады көбісі. Түсті тұнба. Келесі тапсырма бізде бром және аргентум NO3 ион ерітіндісімен анықтау реакциясын толық иондық молекулалық теңдеуін жазыңыз. Аргентум NO3 натрий бромиді или калий бромидін қоссаңыздар да болады. Калий бромидін қоссақ. Калий NO3 және аргентум бром тұнба. Диссоциациялаймыз. NO3 минус калий плюс бром минус калий плюс бром минус плюс аргентум бромиді. Бұл бізде тұнба диссоциацияланбайды. Және бұл жерден бізде NO3 және калий. Мына жерде кешіріңіздер. Диссоциацияланған NO3 диссоциацияланады екен. Сонда NO3 пен калий қысқарады. Аргентум плюс
бром минус аргентум бром. Тұнба ақ крем тәрізді дейді кей жерлерде. Ақ крем түсті. Түсті тұнба. Келесі бізде есеп берілген екен. Яғни 4,5 грамм алюминий. Алюминийді тұз қышқылмен әрекеттестірейік. Біз алюминий хлор 3 және сутек газ түзіледі H2. Так, мына жерге 6, 2 және 3. Мына жерге 2 түседі. Енді 4,5 грамм алюминий, бұл жерде 54 грамм моль беріліп тұр. Және сутек газының мына жерде X, мына жерде 22,4 литр моль болу керек, бірақ алдында 3-ті ескереміз. 3 моль бар себебі. Енді зат мөлшері тең. 4,5 граммды бөлеміз 54 грамм мольге. Осы жерден грамм мен грамм қысқарып кетеді. 0,08 моль шықты. Енді көлем сутек газынікі В көбейтілген N. Так, N көбейтілген VM. 0,08 мольді көбейтеміз. Мына жердегі 67,2 литр мольге. Неге 67,2 литр? Себебі мына жерде қалыпты жағдайда VM бізде 22,4 литр моль. Ал бұл жерде 3-ті ескереміз. Алдындағы 3-ті сонда 67-те 2-ке көбейтіледі. Тең көбейтеміз 67,2 литрға. Сонда бізде 5,6 литр шығады. Келесі тапсырма. Бізде графикпен жұмыс. Қай қисық концентрация әсерін сипаттайды. Енді мына жерге мен жазып қойдым. Қай қисық концентрация әсерін сипаттайтын қисық бастапқы ең үлкен жиек. Ең төтенше жиек деп айтады. Қисық деп айтады. Концентрация жоғары болса, бастапқы реакция жылдамдығы үлкен. Қисықтың басталуы мен түсуі тез болады. Яғни ең жоғары бастапқы беткейі бар қисық жоғары концентрацияны көрсетеді. Келесі катализатор әсері қалай көрінеді? Катализатор реакцияның белсендіру энергиясын төмендетеді, сонда реакция жылдамдығы артады. Графикте бұл энергия тосқауылдық төмендеу, яғни энергиялық профильдегі шың төмендейді. Және реакцияның жылдам өтуі жол қысқарады. Бірден өтеді ол сонда катализатордың көмегімен. Ингибитор. Ингибитор реакцияны баяулатады, немесе белсендіру энергиясын арттырады. Яғни реакцияның тез жылдам жүруін баяулатады да белсендіру энергиясын арттырады. Графикте бұл бастапқы беткейдің кемуі. Реакцияның баяулауы немесе тиімді түрде катализатордың әсерін азайтады. Келесі тапсырма тепе-теңдік. Яғни температураны осы реакцияда тепе-теңдік қалай ығысады дейді. Температура жоғарылағанда тепе-теңдік солға. Реакция кері бағытқа қарай ығысады. SO3 түзілу осы жерге қарай ығысады. Ал қысымды арттырғанда бұл жерде газ молекулаларының жалпы саны реакциядан екі жағында да бірдей. Сол жақта да, оң жақта да. Енді мына жерде 2, 2, 1 деген түсіндірейін. Қараңыздар, мына жерде алдында 1, мына жерде 1. Сондықтан мына жерде 2, мына жақта да алдында 2 тұр, 2 болады. Оң жақта да 2, сол жақта да 2. Сондықтан қысым арттыру тепе-теңдікті бұл жерде ығыстырмайды. Тең болған кезде ығыстырмайды. Келесі температурада мына жерде 1-де 1 осы жерді қазір мен жөндеп өтейін. 1-де 1 2 рет қайталанып кеткен. 2 молекула, оң жақта да 2 молекула, осы дұрыс. Мына жағында да, оң жақта да, сол жақта да 2 молекула сонда. Ле Шателле принципімен түсіндіріңіз. Температура жүйе сырттан қосылғанда жылуды бейтараптандыру үшін эндотермиялық бағытқа, жылуды сіңіретін бағытқа қарай айналады. Мұнда ол солға кері бағыт, сондықтан SO3 азаяды. Ал қысым Ле Шателле бойынша қысым өзгерісі жүйені молекула саны азайған жаққа итермелеуі.
тиіс, бірақ мұнда екі жақтағы газ молекуласы саны бірдей, яғни 2-2, сондықтан қысымның әсері болмайды. Сонда бұл жерде тек қана температура әсер етеді, қысым әсер етпейді.